Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің ертегіміз қарлығаш ертегісі. Ертеде бір жардың қуысына қарлығаш ұя салып балапандарымен өмір сүріпті. Әлгі қарлығаштың балапандары анасы тамақ іздеп кеткен кезде жалғыз қалады екен. Бір күні анасы балапандарына азық іздеп кетіп бара жатқанда, балапандарының ұясына бір жылан өрмелеп бара жатқанын көріп қалады. Анасы шыр-пыр болып балапандарын құтқару үшін ұшып бара жатқан көкектен көмек сұрайды. Менің балапандарыма құтқара гөр, көмектесе гөр. Көкек болса, жоқ, менің шаруаларым бар деп көмектеспей ары қарай кетіп қалады. Жаңағы қарлығаш шырылдап ұшып бара жатқан қарғадан көмек сұрайды. Қарға, ол да қойшы, менің бүгін басқа шаруаларым бар деп, ол да қайырылмайды. Қарлығаш шыр-пыр етіп аспанды айналып ұшып, енді не істерін білмей отқанда Дәуіт кезігеді. Әй, не болды саған? Неге сонша шырылдадың дейді. Менің жауыз жылан балапандарымды жегелі жатыр, сен маған қол ұшыңды бер дейді. Дәуіт келіп, ұядағы шырылдап жатқан балапандарға көмегін береді. Өрмелеп келе жатқан жыланның көзін ойып алады. Жылан жерге құлап түседі. Содан бері жаңағы қарлығаш Дәуіттің ерлігіне ырза болып, екеуі осы уақытқа дейін дос болып, тату-тәтті өмір сүріп келе жатыр екен. Ал Бағдәулет, саған ертегі ұнады ма? Иә, ертегі өте қызық екен, маған ұнады. Ал құрметті балалар, келесі кездескенше сау болыңыздар.